2022 жылы ақпанда Қазақстан Жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек Арманжан Байтасовқа сұхбат берді. Сұхбат барысында Жазушылар одағында мемлекеттен қаржы бөлінбейтінін, тек үкіметтік емес ұйым ретінде жоба ұсынатыны жайлы айтты. Бірақ мемлекеттік сатып алу сайты бұл пікірді жоққа шығарып отыр. А вообще есть финансирование, да, у Союза писателей? Это есть госфинансирование какое-то? Нет, Союз писателей это вот одно из НПО, которых там 5000. Общественная организация. Общественная организация, республиканская общественная организация, у нас есть филиалы, поэтому РОО считается. А государственного финансирования нет. То есть мы на всех, как бы скажем, на правах НПО просто свои проекты даем. Мемлекеттік тапсырыс порталының дерегінше 2021 жылы Қазақстан Жазушылар одағы Шымкенттің ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасынан одаққа тиесілі Қазақ әдебиеті газетінде позитивті материалдар және Назарбаевтың тарихи рөліне негізделген мақалаларды жариялау үшін 6 миллион теңге алған. Жалпы тапсырыс аясында жазылған мақаланың саны 32, десе де бір материалға нақты қанша тұратыны белгісіз. Мемлекеттік сатып алу порталында тек бірнеше материалдың қосынды сомасы ғана көрсетілген. Жарияланған мақалалардың аясында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевты мақтап, оны тапсырыста көрсетілгендей тарихи рөлі туралы жазған бір ғана мақала таптық. Материалды автор Назарбаевтың өмір өткелдері атты кітабына негіздеп жазған. Сонымен қатар Назарбаевты мақтайтын сөздер де жетерлік. Мысалы, кітапты оқыған оқырман әділ, дәулет, ақыл, қанағат деген құнды философияны тани алатынын жаза келе, кітапты халықтың нағыз энциклопедиясына теңеген. Сонымен бірге елбасы деген сөз 12 рет, ал экс-президенттің тегі 4 рет кездеседі. Автор материалды қорыта келе, Назарбаевтың даналығына таңданумен болдым деп аяқтаған. Құрметті оқырман, егер тақырып көңіліңізден шықса, фактчек KZ-тен толық нұсқасын оқи аласыз. Әлеуметтік желімізге тіркеліп, видеомызды бөлісіңіз. Теңге тиыннан құралатынын естен шығармайық.